77-ші сабақ. Бірінші суреттерге қара, сұрақтарға жауап бер дейді. Аса, әр қатарда 4 шаршыдан болса, онда 3 қатарда неше шаршы бар дейді. Мінекей, бірінші қатар, екінші қатар, үшінші қатар, әр қатарда 4 шаршы болса, 3 қатарда неше шаршы бар дейді. Бұл жерде біз 4-ті 3-ке көбейтеміз. Яғни 12 шаршы бар. Онда 3 қатарда барлығы 12 шаршы болады. Енді келесі, әр бағанда 3 шаршыдан болса, онда 4 бағанда неше шаршы бар дейді. Мінекей, әр бағанда 3 шаршыдан болса, жалпы мына 4 баған қоя, 1, 2, 3, 4. Осы барлық 4 бағанда неше шаршы бар дейді. Бұл 3-ті 4-ке көбейтеміз, сонда 12 болады. Осы суреттер бойынша 2 көбейтіні жаз, және олардың мәнін тап дейді. Сол 4 көбейту 3 тең 12, мінекей 4 көбейту 3 12, және екіншісінде 3 көбейту 4 тең 12. Келесі қараңыздар, осы көбейткіштерді және көбейтінің мәндерін салыстыр, не байқадың қорытынды жаса дейді. Көбейткіштердің, мінекей, екеуінде қарасаңыз 4 көбейту 3 тең 12, 3 көбейту 4 тең 12 жауаптары 1-де 12 шықты. Яғни көбейткіштердің орнын ауыстырғанмен көбейтінді өзгермейді, яғни мәні өзгермейді. 4-ке 3 көбейтсек те 12, 3-ке 4 көбейтсек те 12. Келесі, әсі 12 санда 4-4-те неше рет бар, 12 санда 3-3-те неше рет бар дейді. Бұл жерде алдымен 12-ні 4-ке бөлеміз, тең 3. Яғни 4-тен неше рет бар десек, 4-тен 3 рет бар. 3 рет азайтамыз. 1, 2, 3. 3 рет азайтсақ, 0 шығады. Яғни 12 санында 4 бізде 3 рет кездеседі. 3-тен неше рет бар дейді. Яғни 12-ні 3-ке бөлеміз, ол кезде 4 шығады. 3-ті азайта беретін болсақ, 1, 2, 3, 4 рет азайтамыз. Демек, 12 санда 3-3-тен 4 рет кездеседі. Бөлінділерді жа және мәндерін тап дейді. Таптық, теңдіктерді оқы. Бөлінгішті, бөлгішті, бөліндінің мәнін ата. Көбейту мен бөлу өзара кері амалдар дейді. Бұл жерде бізде 12 бөлінгіш, 4 бөлгіш, ал 3 ол бөліндінің мәні. Мына жерде 12 бөлінгіш, 3 бөлгіш, 4 бөліндінің мәні. Келесі тапсырма, теңдіктерді зерте, қорытынды жаса. 4 көбейту 3 тең 12, және 3 көбейту 4 тең 12. Бөлінді түріне жазатын болсақ, 12 бөлу 3 тең 4, және 12 бөлу 4 тең 3. Көбейту мен бөлуге берілген теңдіктердің өзара байланысын түсіндір дейді. Мінекей қараңыздар, бізде 4 пен 3-ті көбейтсек те 12 шығып тұр, 3 пен 4-ті көбейтсек те 12 шығып тұр. Дәл солай қарасаңыздар, бөлінгіштерді қой, соны 3-ке бөлсек 4, 12-ні 4-ке бөлсек 3 шығады. Енді әсі әр теңдікпен өзара байланысты теңдіктер жаз дейді. Және үлгі көрдік қой, біз ада тура солай жазып шығамыз. 8 көбейту 2 тең 16, 2 көбейту 8 тең 16. 16-ны 8-ге бөлсек 2, 16-ны 2-ге бөлсек 8. 2 көбейту 5 тең 10, 5 көбейту 2 тең 10. Дәл солай 10-ды 5-ке бөлсек 2 шығады, 10-ды 2-ке бөлсек 5 шығады. Келесі 18 бөлу 3 тең 6, 18 6-ға бөлсек 3 шығады. 6-ны 3-ке көбейтсек 18, 3-ті 6-ға көбейтсек 18. 28-ді 4-ке бөлсек 7, 28-ді 7-ге бөлсек 4. 7-ні 4-ке көбейтсек 28, 4-ті 7-ге көбейтсек 28. Әрі қарай осылай жалғастырамыз. Әрі қарай дәл осылай үлгідегідей есептейміз. 8 көбейту 4 тең 32, 4 көбейту 8, 32. 32-ні 8-ге бөлсек 4 шығады, 32-ні 4-ке бөлсек 8 шығады. Келесі 4 5-ке көбейтсек 20, орын 4 5-ке көбейтсек 20, неқті қателесіп 2 деп жазып жүрмін. 5-ті 4-ке көбейтсек те 20 шығады. 20-ны 5-ке бөлсек 4, 20-ны 4-ке бөлсек 5. 15 бөлу 3-іміз 5-ке тең, 15-ті 5-ке бөлсек 3-ке тең. Көрдіңіздер ма? Орындар ауысып тұр. 3-ті 5-ке көбейтсек 15, 5-ті 3-ке көбейтсек 15. Орын ауыстырғанмен мәні бірде көбейткенде.
16 бөлу 2 8-ге тең, 16-ны 8-ге бөлсек 2-ге тең. 8-ді 2-ге көбейтсек 16, 2-ні 8-ге көбейтсек 16. Екінші тапсырма осылай орындаймыз. Әр қайсы 3-ке тең 4 қосылғыштың қосындысын жаз, қосуды көбейтумен алмастыр дейді. Әр қайсы 3-ке тең 4 қосылғыш дейді, яғни 3-ті 4 рет қосамыз. 1, 2, 3, 4 рет қоссақ 12 шығады. Осыны көбейтумен алмастырып өрнектің мәнін табамыз. Яғни 3-ті 4-ге көбейтсек 12 шығады. 3-ші тапсырманың орындалуы осылай болады. Келесі дөңгелектерді пайдаланып бөлуді орында. 9 бөлу 3 дейді. Дөңгелектерді пайдаланып, мінеке бізде барлығы 9 дөңгелек салып аламыз. Бөлу 3 бағанға бөлеміз. Мінеке 1, 2, 3, 9 бөлу 3 тең 3-ке. Яғни 3 бағанға бөлдік, әр бағанда бізде 3 дөңгелекте. Келесі 16 бөлу 4 дейді. Біз 16 4 қатарға бөлеміз. Барлығы 16 дөңгелек. 16 дөңгелекті 4 қатарға бөлсек, әр қатарда 4 дөңгелектен болады. Сонда 16 бөлу 4 тең 4-ке. Келесі 18 бөлу 6. Біз барлық дөңгелек 18 дөңгелекті 6 бағанға бөлеміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 бағанға бөлсек, әр бағанда 3 дөңгелектен, 1, 2, 3, 3 дөңгелектен болады. Сонда 18 бөлу 6 тең 3. 4-ші тапсырманың орындалуы осылай. 7 қосу 7 қосу 7 қосу 7 қосындысының мәнін тап. Осы өрнекті көбейтінді түрінде жаз және оның мәнін тап. Қандай теңдік шықты? Осы теңдікпен өзара байланысты 2 теңдік жаз дейді. Яғни біз 7-ні 4 рет қосақ, бізде 28 шығады. Көбейтінді түрін жазатын болсақ, 7 көбейту 4 тең 28. Бұнымен байланысты 2 теңдікті жазатын болсақ, 28 бөлу 4 тең 7, 28 бөлу 7 тең 4 болады. 5-ші тапсырманың орындалуы осылай. Кел ойнайық. Суретке қара, сағат тілдің бақытымен бір санынан бастап, 2-2-ден қоса отырып, дөңгелек бойымен 2 айналым жаса. Мысалы, 1 қосу 2 тең 3, 3 қосу 2 тең 5. Осы сандарға сәйкес әріптерден балалар ойын атауын құрастырып көр дейді. Бір саннан бастаймыз, яғни 1-ді жазамыз. Содан кейін 2-ден қоса отырып, 1-ге 2-ні қоссақ 3 болады. Мінеки 3. 3-ке 2-ні қоссақ 5. Мына 5-ке 2-ні қоссақ 7, осылай жазып шығамыз. 5-ке 2-ні қоссақ 7, 7-ге 2 қоссақ 9, 9-ға 2 қоссақ 11, 11-ге 2 қоссақ 13, 13-ге 2 қоссақ 15. Бір айналым жасадық, бізге 2 айналым жасау керек. Әрі қарай жалғастырамыз. 15-ке 2 қоссақ 17, 17-ге 2 қоссақ 19, 19-ға 2 қоссақ 21, 21-ге 2 қоссақ 23, 23-ге 2 қоссақ 25, 25-ге 2 қоссақ 27, 27-ге 2 қоссақ 29. Мінеке 2 айналым жасадық. Барлығын осылай жазып шықтық. Енді осылай жазғаннан кейін 1-ден бастап әріптерді қойып шығамыз. Бізде 1 санына бастап 1 деген аға келіп тұр. Мінеке аны жаздық. Аны жаздық. Одан кейін 3 қыға келіп тұр. Қыны жаздық. 5 сыға келіп тұр. Сыны жазамыз. 7 еге келіп тұр. Ені жазамыз. 9 рыға келіп тұр. Рыны жазамыз. 11 еге келіп тұр. Ені жазамыз. 13 кыға келіп тұр. Кіні жазамыз. 15 кыға келіп тұр. Кіні жазамыз. Одан кейін 17 өге келіп тұр. Өні жазамыз. 19 кыға келіп тұр. Кіні жазамыз. 21 С, 23 Е, 25 Р, 27 Е, 29 К. Мінеке К-ны жаздық. Енді қосып оқитын болсақ, бұл ойын ақсерек, көксерек деген ойын екен. Достар, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басуды ұмытпаңыздар. Келесі сабақта кездескенше.